кезекті тақырыптардың бірі, ол бізде бүгін zero conditional. Негізі жалпы ағылшын тілінде conditionalдардың 4 түрі бар. Соның ең біріншісі zero conditional. If плюс present simple, қазір формуласын жазып алайық. Потом мен сіздерге түсіндіріп беремін. Ол не? Present simple. Енді қараңыздар. Жалпы conditional деген не? Қазақ тілінде ол шартты райлы сөйлем деген сөз. Орысша условное предложение. То есть сіздер, по сути, условия қоясыздар, я шарт қоясыздар. Егер деп бастайсыздар. Соның бізде 4 түр бар. Біріншісі zero, это нулевой conditional. Нөлдік шартты райлы сөйлем. Бұл тема примерно 7-ші сыныптан жоғары сыныптар үшін. Енді қараңыздар, ағылшын тілінде егер деген сөз ол бізде if. If-тің қасында шақ present simple-да болу керек, кейінгі шақ тоже present simple-да болады деген сөз. Ол не? Мысалға қараңыздар, сөйлем құрайтын болсақ, я? Егер сен мұзды қыздырсаң, ол ериді. Это факт, я? То есть, по сути, бізде zero conditional, ол бізде факт білдіреді, который сіз өзгерте алмайтын. Болмаса, егер күн шығатын болса, күн жылы болады, ауа райы жылы болады деген сияқты сөйлем, я? Болмаса, егер сен 2-ге 2-ні қоссаң, сен 4-ті аласың деген сөйлемдер бар ғой, который біз өзгерте алмайтын, я? Вот осы называется zero conditional. Ал давайте сіздермен бірге сөйлем құрастырайық. Ағылшын тілінде if, егер деген сөз, if-тан кейін міндетті түрде зат есім қоясыздар. Мысалға, if you, потом барып етістік қоясыздар, қимыл әрекет, at, қосу деген сөз. If you add 2 and 2, егер сен 2-ге 2-ні қоссаң, үтір қоямыз. Қайтадан үтірден кейін қайтадан зат есім қоямыз. You, аласың деген сөз, get, неше? 4 аласың. Міне, мынау бізде зат есім, мынау етістік. Всегда шақты определять еткен кезде етістікке қараймыз. Міне, мынау at, present simple-да тұр, және get, тоже present simple шағында тұр. Біз сіздермен оны YouTube сабақтарының басында өтіп тұрғанбыз, я? Келесі тағы бір сөйлем хишитпен көрсетейін. Например, if he, не десек, if he, hit қыздыру деген сөз. Енді қараңыздар, present simple шағында сөйлем he-дан басталғандықтан hit-қа s жалғауы қосылады. Сонда, if he hits ice, егер ол қыздырса мұзды, ол ериді. То есть не ериді? Мұз деген сөз, я? Мына тұрған мұз деген сөзді қайталап мұз деп жазбай, оны it деп өзгерте саламыз. Ол деген сөз. Ол, еру деген сөз бізде melt, бірақ бізде тағы ереже бар. Егер сөйлемнің басы he, she, itпен басталатын болса, етістікке s жалғауы қосылады деген сөз. Сонда it melts, ол ериді. Қайтадан сөйлемді аударамыз. Егер ол қыздырса мұзды, ол ериді болады. Міне, осылай сөйлем құрастырамыз. Ауа райына қатысты бір-екі сөйлем көрсетейін. Мысалға, if, ауа райын әрине you, he қоймаймыз. Ауа райына it деп қоя бересіздер. If it. Жаңбыр жауы ағылшын тілінде қараңыздар. Жаңбыр жауы rain. Қар жауы бізде snow болады. Бұған s қосамыз екеуіне де. Мысалы, мен rain мен ала берейін пока. Неге s жалғауы қосылды? Себебі сөйлемнің басы it-тан басталып тұр, сол үшін. Сонда былай болады. If it rains, егер жаңбыр жауса, үтір, қайтадан ауа райын біз it деп қоямыз, я? It is cold. Ағылшын тілінде мына cold деген сөз суық, қандай деген сұраққа жауап береді, ол бізде сын есім. Сондықтан міне менде зат есім мынау етістік ретінде тұр. Міне осы жерден бізде is деген шықты. Көп оқушылар түсіне бермейді, қайдан шықты деген сияқты. Басқа етістік жоқ қой, дұрыс па? Бізде еру, бару, алу деген сөздер жоқ. Сол үшін to қоямыз. Тағы if it snows, мысалға, if it snows, егер қар жауса, it is cold. Тоже суық болады деп ала берсеңіздер болады, мысал ретінде. Енді мына сөйлеммен көрсетейінші. Ағылшын тілінде мынау sunny, күн шуақты, windy, ветреный, cloudy, бұлтты деген сөздер ағылшын тілінде етістік емес. Онда мен мына етістіктің орнында мен не аламын? Is аламын. Когда етістік жоқ болған кезде біз всегда to be қоямыз. Сонда if it is sunny, егер күн шуақты болса, sunny деген сөзді алады, я? Егер күн шуақты болса, ауа райы жылы болады. Ауа райыны itпен ауыстырсаңыз болады, немесе the weather деп те айтсаңыздар болады. Екеуі де дұрыс. Ауа райы weather. It is warm. It is warm, жылы болады. Немесе иттің орнына the weather is warm десеңіздер болады. Ауа райы жылы болады деген сөз.
осы. Ал енді біз сұрақ қалай қоямыз? Болымды түрін үйрендік. Сұрақ қойған кезде бізде обычно мынау if частьқа сөйлем сұрақ құралмайды. Біз мына бөлікке сұрақ құраймыз. Яғни біз оны сөйлемнің басына алып келіп қоямыз. И так как бұл бізде present simple шағында тұрғандықтан you get-тің алдында біз не алушы едік? Do you немесе does аламыз, иә? Сонда do you get for? Міне мен мынаны бірінші алып жатырмын. Міне сөйлемнің басына алып келіп жатырмыз. Сен 4-ті аласың ба? Үтір қоймаймыз. Мына сөйлемді үтірге дейін тура солай көшіреміз. If you add 2 and 2 болады. Міне, енді аударамыз. Сен аласың ба 4-ті, егер сен қоссаң 2-ге 2-ні. Бізде акцент сен деген болса, онда жауап әрине мен болады, иә? Сонда yes, I do болады. Жоқ болса no, I don't болады. Енді қараңыздар, мына he, she'тті қалай қоямыз? Міне, мына жерге сұрақ қоясыздар. Мына жерге. Иттің алдында сұрақта не аламыз? Әрине does аламыз, иә? Does it melt болады. Қараңыздар. Мына he, she'тің алдында біз сұрақта does алдық. Does it melt? S түседі мұнда. Does it melt? Қайтадан if he hits ice болады. Міне, мен бірінші бөлігін тура солай көшіріп алдым. Енді сөйлемді аударамыз. Ол ери ма, егер ол қыздырса мұзды. Яғни біз нені сұрап отырмыз? Мұзды сұрап отырмыз. Ұлды сұрап тұрған жоқ, не? Мұз. Яғни мұзға қатысты жауап береміз. Жауап я болса yes, it does. Жоқ болса no, it doesn't. Мына жерде қалай болады? Өзгеше болады бұл жерде. Не үшін? Себебі мұнда сөйлемде is бар. Яғни сұрақта is алдына шығады деген сөз. Сонда is, не дедік? Is it cold? Орындарына сұрамыз. Is it cold? Суық бола ма? Үтір қоймаймыз. If it rains деп көшіреміз. Егер жаңбыр жауса. Суық бола ма? Егер жаңбыр жауса. Мен ауа райына қатысты деген сөзді алып отырмын, иә? It. Яғни я суық болады болса, онда yes, it does болады. Жоқ болса no, it doesn't болады. Так, енді менде бірақ орын қалды, к сожалению. Сондықтан мен сізге бірақ сөйлемнің вариантын көрсетейін. Мына бірінші сөйлемге. Бұл жерде енді мағынасына қарай қоя бересіздер ғой. Например, егер сен қоспасаң болса, иә, онда мына add-тің мына екеуінің ортасында don't болады. Сонда if you don't add, егер сен қоспасаң 2 and 2, 2-ге 2-ні, үтір, сен алмайсың 4-ті деп айтамыз. You don't get 4. Сен алмайсың 4-ті. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын енді. Ал енді видеоны паузаға қойып жазып алсаңыздар болады, иә, себебі менде орын жетпей қалды. Мына жерде отрицание былай болады. If he doesn't hit, S түседі. Hit ice, егер ол қыздырмаса, it doesn't melt болады. S түседі. Не, өстіп жазып алдыңыздар. Мына жерде if it doesn't rain, мына жерге doesn't қоясыздар. Rain, S түсіреміз. It isn't cold. Неға doesn't қоймайсыздар? Мына isға not қосасыздар. Болмаса, if it doesn't snow, қар жаумаса, it isn't cold болады. Не, өстіп паузаға қойып жазып алыңыздар. Мына жерде сөйлемде is тұрса, ол әрине қасынан not келеді деген сөз, иә? If it isn't sunny, яғни күн шуақты болмаса, it isn't warm, жылы болмайды деген сөз. Міне, біз сіздермен примерно zero conditional не екенін өттік. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Алдыда сіздерді 3 conditional күтіп тұр. See ya!